Assalamu alaikum wa rahmatullah. Бүгін харакаттар және сукунды деміз. Жалпы араб тілінде әріптердің дыбысталуы үшін арнайы белгілер қолданамыз. Бұл белгілерді харакат деп атаймыз. Араб тілінде 3 түрлі харакат белгісі бар. Ең алғашқы харакат бұл фәтха. Фәтха дегеніміз әріптің үстіне қойылатын кішкене сызықша белгі. Фәтха белгісі жіңішке дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, онда ә дыбысын білдіреді. Ал егер жуан дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, онда о дыбысын білдіреді. Мысалы, бә әріпінің үстіне кішкене сызықша қойсақ, онда екеуі бізде бә деп оқылады. Келесі джим әріпінің үстіне фәтханы қойсақ, онда жә деп оқылады. Келесі ро әріпінің үстіне фәтханы қоятын болсақ, онда ро деп оқылады. Бұл жерде ро әріпі жуан дыбыс болғандықтан, оны біз рә деп оқымаймыз. Ро деп оқимыз. Бә, жә, ро. Келесі харакат кәсра. Әріптің астына қойылатын кішкене сызықша белгі кәсра деп аталады. Кәсра белгісі жуан дыбысталатын әріптің астына қойса, ый деп оқылады, ал жіңішке дыбысталатын әріптің астына қойылса, и деп оқылады. Мысалы, бә әріпімен кәсраны қоятын болсақ, би. Джим әріпіне кәсраны қоятын болсақ, джи. Сондай-ақ ро әріпіне кәсраны қоятын болсақ, ри деп оқылады. Би, джи, ри. Келесі харакатымыз дамма. Дамма әріптің үстіне үтір сияқты белгі ретінде қойылады. Дамма белгісі жуан дыбысталатын әріптің үстінде де, жіңішке дыбысталатын әріптің үстінде де у деп оқылады. Мысалы, бә әріпінің үстіне дамма қойсақ, бу деп оқылады. Джим әріпіне дамма қойсақ, джу. Ро әріпінің үстіне қойсақ, ру деп оқылады. Бу, джу, ру. Енді жаттығуларға кезек берейік. Менімен бірге ілесіп, дауыстап оқыңыз. Ең алдымен әлифтің үстіне фәтханы қойсақ, ә деп оқылады. Ә. Дәл әріпінің үстіне фәтха қойсақ, дә. Бә әріпінің үстіне фәтха қойсақ, бә. Ә, дә, бә. Ә, дә, бә. Дәл. Ә. Дә. Ро. О. Ро. Кәф. Ә. Кә. Дә, ро, кә. Ро. О. Ро. Зәй. Ә. Зә. Қоф. О. Ро, зә, қо. Зәл. Ә. Зә. Ро. О. Ро. Ғойн. О. Ғо. Зә, ро, ғо. Вәу. Ә. Вә. Ро. О. Ро. Айн. Ә. Ғә. Вә, ро, ғә. Зә. Ро. қо. Зә, ро, қо. Ә. Ро. Жә. Ә, ро, жә. Ә. Вә. Лә. Ә, вә, лә. Вә. Ро. То. Вә, ро, то. Зә. Ро. Ә. Зә, ро, ә. Зә. Ә. Бә. Зә, ә, бә. Ә. Ро. Хо. Ә, ро, хо. Келесі кәсра. Ә. Зи. Нә. Ә, зи, нә. Ә. Зи. Йә. Ә, зи, йә. Вә. Зи. Ро. Вә, зи, ро. Ро. Ви. Хә. Ро, ви, хә.
Дәрі-дә. Дәрі-дә. Ро-ди-фә. Ро-ди-фә. Ә-ри-кә. Әрикә. Вә-зи-ғо. Вәзиғо. Ә-ви-лә. Әвилә. Ә-ри-джә. Әриджә. Вә-ри-шә. Вәришә. Ро-ви-йә. Ровия. Келесі даммаға қатысты жаттығу. У-ви-нә. У-ви-нә. Ду-ри-бә. Ду-ри-бә. Ро-зу-лә. Розулә. У-ри-джә. Уриджә. Ру-ди-фә. Рудифә. Вә-ду-ға. Вәдуға. У-ри-до. Уридо. Ро-у-сә. Роусә. Вә-зу-нә. Вәзунә. Вә-ду-кә. Вәдукә. У-ди-ға. Удиға. Ро-ду-хә. Родухә. Келесі тақырып сукун. Сукун дегеніміз әріптің үстіне қойылатын кішкене дөңгелек белгі. Егер әріптің үстіне сукун белгісі қойылса, онда харакатсыз тек әріптің өзі ғана дыбысталады. Келесі мысалдарды оқып көрейік. Ән, из, әй, зиді, дум, ирми, әрих, удау, дәрусу, дәрудәшә, дәрудәшә, дәуру, әуроф. Машалла, жарайсыздар. Тағы да оқып жаттығу үшін осы видеоны көп рет қарасаңыздар болады. Жуан дыбыстармен жіңішке дыбыстарды Алла қаласа келесі сабақта айтатын боламыз. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.